Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Ауызашаға арналған керемет зебра пирогын рецептін сіздерге ұсынамын. Осында өте керемет, биік, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, шайға керемет үйлеседі. Алдымен қажет ингредиенттерді мен астына жазып көрсетемін. Бізге жұмыртқа қажет, қан қажет, ұн қажет, ас содасы қажет болады. Және де қаймақ қажет. Какао қажет, бұл видеоға түспей қалыпты, одан басқа бізге тағы да сұйық май қажет болады. Ол үшін біз жұмыртқаларымызды жарып алып, үстіне қантты қосып, миксерменен көлемі жағынан ұлғайғанша етіп, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Көлемі бірнеше есе еселеніп, қатты болып көтерілуі тиіс. Менде көлемі жағынан ұлғайды. Енді осының үстіне жаңағы қаймағымызды қосамыз. Қаймағымыздың майлылығы маңызды емес. Мен 20%-ын қолдандым. Кейін осының үстіне сұйық майымызды қосамыз. Бұл жерде миксерді қолдану маңызды емес. Мен венчикпен қолданып жатырмын. Басында яғни қантпенен жұмыртқаны жақсылап тұрып миксермен араластырып аламын да, қалған жағдайда яғни венчикпен жұмыс істей беремін. Енді ұнға бір қасық жаңағы содамызды қосып, ұнды толығыменен осы біздің жұмыртқалы массамызға ұн өткізгіш арқылы өткізетін боламыз. Енді жақсылап тұрып араластырамыз да, бізге мына массамыздың 3-тен 1 бөлігін деп айтайын енді, бөлек ыдысқа құйып алу қажет болады. Сол жаңағы бөлінген бөлікке біз какаомызды қосамыз. Какаомызды қосып, сонда бізде екі түрлі масса болады. Көлемі жағынан үлкендеуі бізде ақ, яғни ақ бисквитті масса, және де кішкентай бөлігіне какао қосқан шоколадты масса болады. Біз қазір осыны зебра тортын жасау үшін кезектен кезек формамызға салатын боламыз. Какаомызды қосып араластырып аламыз. Қызар, масса егерде қатты қою болатын болса, азғантай ғана мөлшерде сүт қосуларыңызға болады. Егерде массаның қатты, яғни қою екендігін аңғаратын болсаңыздар, қосып жіберуге болады. Енді формамызды аламыз. Менің формамның диаметрі 22 сантиметр. Ас қасықтап алдыменен 2 ас қасық ақ массадан құямын да, 1 қасық шоколадты массадан құям. Қыздар, бұл жерде тағы да айта кететін нәрсе, бұл қалауларыңыз бойынша, егерде сіздер ішінде шоколадты массаның көп болғанын қалайтын болсаңыздар, онда 2 ас қасық шоколадты масса құюларыңызға болады. Сөйтіп барлығын кезекпе-кезек құйып шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп жасайсыздар. Мен 2 ас қасық, яғни ақ масса 1 ас қасық какао қостым. Бірақ егерде сіздер шоколадты түрін жақсы көрсеңіздер, 2 қасықтап та қосуларыңызға болады. Өздеріңізге қалай ұнайды, сөйтіп жасасаңыздар болады. Сөйтіп барлығын, яғни масса біткенше кезектесіп құйып шығасыздар.
Кейін осындай таяқша алып зубочисткамен де жасауға болады, бүйтіп жаңағы оюларын салып шығуларыңызға болады. Сырты әдемі болып көрінеді. Менде мында шоколатты түрі аз, сол себепті оюым жақсы көрінбейді. Егер сіздерде шоколатты түрлеріңіз көп болса, онда оюларыңыз әдемі болып шығады. Осылайынан жасап шығасыздар. Кейін 180 градусқа қызып тұрған пешке 40 минутқа қойып піскендігін ағаш таяқша арқылы тексеретін боласыздар. Кейін үстіне мен осылай қант ұнтағын септім, яғни сахарная пудраны. Өте биік болып шықты. Мен міне қазір турап көрсетемін. Міндетті түрде пирог піскеннен кейін суытыңыздар, ол міндетті түрде. Міне осындай керемет, биік, дәмді, ауызда шарға нағыз керемет пирогтардың бірі болып шығады. Жүп жұмсақ, енді жұмсақтығына сөзсіз ол. Жұмсақ, әдемі болып шықты. Астарыңыз дәмді болса, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.